Тілтаным айдары. Тіркескен сөздер емлесі. Тіркескен сөздердің өзіне тән бірнеше ерекшеліктері бар. Бірінші ерекшелік: екі немесе одан көп сөздер тіркеседі. Мысалы, мәдениет сарайы, қара ала, ойланып келеді. Екінші ерекшелігі: тіркескен сөздер бөлек жазылады, алайда бір ұғымды білдіреді. Мысалы, 15 күрделі сан есім. Бөлек жазылады, бірақ сан есім. Күні бойы күрделі үстеу. Күні бойы екі сөз бөлек жазылуда. Үшінші ерекшелігі: бір сұраққа жауап береді. Мысалы, не? Абай даңғылы. Қашан? Ертеден қара кешке дейін. Тіркескен сөздер бөлек жазылады. Тіркескен күрделі зат есімдер: мәдениет сарайы, Абай көшесі, тіл білімі, ғарыш кемесі, тағы басқа. Тіркескен күрделі сын есімдерге мысал: қарагер, қызыл шырайлы, қара сұр, қызыл ала, ұзын бойлы, тағы басқа. Көріп отырғандарыңыздай, тіркескен сөздер бөлек жазылуда. Келесі тіркескен күрделі сан есімдер: 15, 115, 1,5, 1,5, тағы басқа. Тіркескен күрделі етістіктер: келе жатыр, күле жаздады, жылап жіберді, тағы басқа. Тіркескен күрделі үстеулер: ала жаздай, құр босқа, жыл бойы, күні бүгін, тағы басқа. Байқағанымыздай, тіркескен күрделі сөз таптары 5 екен. Олар тіркескен зат есімдер, сын есімдер, сан есімдер, етістіктер және үстеулер. Бұл тіркескен сөз табының барлығы бөлек жазылады. Тіркескен сөз бен сөз тіркесінің айырмашылығы бар. Бірінші айырмашылық: тіркескен сөз құрамындағы сөздер тұтас бір ұғымды білдіреді. Мысалы, қызыл ала түс атауы, 15 сан атауы. Екінші айырмашылық: тіркескен сөз құрамындағы сөздер бір сұраққа жауап беріп, бір сөз табынан болады. Мысалы, ала жаздай қашан деген сұраққа жауап беріп, мезгіл үстеуі болып тұр. Ғарыш кемесі не деген сұраққа жауап беріп, зат есім қызметін атқарып тұр. Енді сөз тіркесінің өзіне тән ерекшелігіне келейік. Сөз тіркесі сырттай тіркескен сөзге қатты ұқсас болғанымен, сөз тіркесіндегі құрамындағы сөздер сабақтаса бір-біріне бағына байланысады. Яғни сөз тіркесінде бағыныңқы сыңар және басыңқы сыңар болады. Бағыныңқы сыңар бірінші, басыңқы сыңар екінші тұрады. Мысалы, асығыс әңгіме деген сөз тіркесін алсақ, асығыс бірінші тұрған сөз бағыныңқы сыңар, әңгіме екінші тұрған сөзі басыңқы сыңар болып тұр. Басыңқы сыңардан бағыныңқы сыңарға сұрақ қойылады: қандай әңгіме? Асығыс әңгіме. Екінші ерекшелігі: сөз тіркесі құрамындағы сөздер жеке сұраққа жауап беріп, әрқайсысы жеке сөз табы, жеке сөйлем мүшесі болады. Мысалы, кеше келді деген сөз тіркесін алатын болсақ, басыңқы сыңардан бағыныңқы сыңарға сұрақ қоямыз: қашан келді? Кеше келді. Мұндағы кеше деген сөз үстеу, пысықтауыштың қызметін атқарып тұр. Енді басыңқы сыңарға сұрақ қояйық: кеше не істеді?
келді. Мұндағы келді басыңқы сыңардағы сөз етістік баяндауыштың қызметін атқарып тұр. Байқағанымыздай, сөз тіркесіндегі сөздер әрқайсысы жеке сұраққа жауап беріп тұр. Ал тіркескен сөзде бәрі бір сұраққа жауап береді. Осылайша сіздер тіркескен сөз бен сөз тіркесін ажырата аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма жазылып қойыңыздар. Өте көп қызықты, қажет ақпараттарды тіл таным бойынша да, әдебиет айдары бойынша да ала аласыздар.